Сіздермен кез келген тортқа арналған өте шоколадты крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қант керек. Содан кейін какао ұнтағын қосамыз. Содан кейін кукурузды крахмал, ванилин қалауыңызша қоссаңыздар болады. Хош иісті беретін бізде осы ванилин. Осы құрғақ массамызды жақсылап араластырып, содан кейін жұмыртқа қосамыз. Және 500 грамм сүттің 200 граммын осы массамызға құямыз да жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің қантымыз және какаомыз толықтай ерігенше. Осындай біркелкі масса болу керек. Енді осы кремді орташа отта газға қойып пісіретін боламыз және бірте-бірте құйып, үздіксіз араластырып отырамыз. Біздің креміміз қоюлана бастайды. Мінекей, уже қоюланып бастап жатыр. Біздің креміміз әбден қоюланып, алғашқы бүлкілдеп шариктер шыққанша осылай араластыра беретін боламыз. Мінекей, креміміз дайын болып қалды. Алғашында көпіріп, кейін осылай қоюланды. Өте шоколадты крем, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасаңыздар. Осы кремімізге енді біз сливочный маслоны қосамыз. Яғни сары май. Сары май сіздерде мұздатылған болса да болады, бөлме температурасында болса да қоса берсеңіздер болады. Өйткені креміміз ыстық күйінде бірден еріп кетеді. Егер сіздерге бұл кремді воздушный және тортты әсемдеу үшін керек болған болса, онда сіздер осы кремге сары майды суығаннан кейін қоссаңыздар болады. Ол үшін сары майды бірінші миксерлеп алып, жақсылап тұрып, содан кейін барып осы дайын кремімізді қосасыздар. Мінекей, мен қазір сары майды бірден қосып, осылай бетін пищевой пленкамен жауып қойдым. Сіздер де осылай бетіне бет тегізіп, осылай жауып қоясыздар. Сонда кремдеріңіз өте дәмді болып шығады. Суығаннан кейін ол дайын болады. Суыған соң жақсылап араластырамыз. Мінекей, мен осылай басқа ыдысқа салып алдым. Өте керемет дәмді крем болып шықты. Нутеллаға ұқсайды десем де болады. Кез келген тортыңыз бұл креммен өте шоколадты, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бұл бисквиттің рецептісін менің каналымнан Прага торты деген видеодан көре аласыздар. Бұл бисквиттің жасалуы өте тез. Мен осы кремді осы тортқа қолданып жатырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа айта кетейін дегенім, сіздерге менің каналымды қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып және коммент қалдырып кетсеңіздер, сіздерге разы болар едім. Өйткені мен жаңадан ашылған каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.